Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен осындай өте жұмсақ печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Печеньеміз қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Осындай печенье дүкеннің печеньесі сияқты. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында жұмсақ сары май болу керек. Оны біраз миксерлеп аламыз. Одан sonra қант қосамыз. Қант немесе қант ұнтағын қосуға да болады. Жақсы миксерлеп араласып бірігу керек. Яғни қантымыз еру керек. Одан соң оған жұмыртқаның ағын қосамыз. Жақсы миксерлеп аламыз. Одан соң електен өткізіп ұн қосамыз. Електен өткізгеніміз дұрыс, сол кезде қамырымыз көтеріліп жақсы болып шығады. Осылай ұнымызды қосамыз, аз-аздан қосамыз. Одан соң қопсытқыш қосамыз, бір қасық. Бұл маңызды емес, тек біздің қамырымыз көтерілу үшін қосуға болады. Қопсытқыш немесе сода қоссақ та болады. Бұған әлі біраз ұн қосуымыз керек. Жақсы миксерлейміз. Одан кейін тағы да ұн қосамыз. Себебі біздің қамырымыз әлі қою. Бізді қамыр сияқты қолға жабыспайтындай болу керек. Тағы біраз миксерлейміз. Енді лопаткамен істейміз. Яғни миксермен істеген қиындау болады миксерге. Сондықтан лопатка немесе қасықпен істейміз осылай. Қамырымыз дайын болды. Осылай болады. Қамырға біраз ұн қостым, осылай қою болады сөзге. Ал енді осы насаткамызға саламыз. Біз насаткаға салу маңызды емес, бірақ насаткаға салсақ, печеньелеріміз әдемі болып шығады. Осылай кондитерлік мешокпен қамырымызды қоямыз. Осылай. Қамырымыз бізде осылай өте қою болу керек, яғни осылай. Біз форма кондитерлік қапшықпен осы құйған кезде ағып кетпеу керек. Одан соң 180 градуста пісіріп аламыз. Бізде піскен кезде жұмсақ болады. Одан соң біраздан соң осылай қатады. Негізі бұл осылай қату керек. Неке дайын болды. Бізде печеньелеріміз өте керемет әрі дәмді болып шыққан. Осылай бөлгеніңізде дүкеннің печеньелері сияқты қытырлақ болып әдемі болып бөлінеді. Печеньеміздің дәмді болып шыққан соншалықты осындай печенье дүкенде сататын болғандықтан менің мамам бұны дүкеннің печеньесі деп ойлап қалды. Сондықтан жасап көріңіздер, отбасыларыңызға өте қатты ұнайтын болады.